Қымбатты достар, бүгін дәмі тіл үйретін Snickers трайфлының рецебін ұсынамын. Видеоны бастамас бұрын шаш үлгісінің шебері Дамира ханымның арнасын ұсынамын. Арнасына тіркеліп қойыңыздар, сілтемесін описанияға қалдырамын. Snickers трайфлын жасауды бастаймыз. 3 жұмыртқаны сәл көпіргенше осылай миксерлейміз. Мен осындай қамыс қантын, яғни тростниковый сахар қостым. Кез келген қант қоса берсеңіздер болады. Осылай қанты ерігенше жақсылап миксерлейміз. Блендер ыдысына какао ұнтағы мен сұйық майды құйып, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Блендермен жақсылап еземіз. Масса осындай қою болады. Жұмыртқа массасына ұн мен қопсытқышты електен өткізіп қосамыз. Бұл глютенсіз ұнның құрамында ксантановый камет, яғни қоюлатқыш бар. Егер бидай ұнын қосатын болсаңыздар, описанияға грамын жазып кетемін. Оның үстіне суыған какао массасын қосып, астынан үстіне қарай массаны басып алмай, осылай сағат тілімен араластырамыз. Пергамент қағазы төселген табаға қамырды құйып, бетін жақсылап тегістейміз. Алдын ала қызған пеште 170 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Енді қайнатпалы кремін дайындаймыз. 6% сүтке ұн мен жүгері крахмалын қосамыз. Оған жұмыртқаның сарыуызы мен қамыс қантын қосып, газын астын жақпай тұрып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Араластырып болғасын, газдың астын жағып, масса қою болғанша үздіксіз араластырамыз. Осындай қою болғанша қайнатамыз. Кремді бөлек ыдысқа құйып, ыстық кремнің үстіне шоколад пен бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды салып, жақсылап араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен осылай в контакте жауып, массаны салқын жерге қойып суытамыз. Салқын кілегейді жақсылап қою болғанша осылай миксерлейміз. Кілегейдің үстіне суыған кремімізді салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 2 ас қасықтай жер жаңғақ пастасын, яғни арахисовый паста салып араластырамыз. Жер жаңғақ пастасының орнына карамель қоссаңыздар да болады. Суыған бисквитті осылай кесіп аламыз. 500 грамдық осындай крафт бумагаға 100 грамм кремді саламыз. Бетін тегістеп, оның үстіне бисквитті қоямыз. Бисквиттің үстіне 150 грамм кремді салып, бетін тегістеп, ұсақталған жаңғақты сеуіп, мұздатқышқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Кілегей мен шоколадты су моншасында немесе микроволновкада ертіп аламыз. Мұздатқыштан шығарылған трайфлдың үстіне 90 грамдай суыған ганашты құйып, бетіне ұсақталған жер жаңғақты себеміз. Барлығын осылай видеодағыдай етіп жасап шығамыз. Мінекей біздің Snickers трайфлымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Баршаңызға ас болсын.